Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге Арай каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге ең оңай шоколадты торттың рецебін ұсынамын. Және бұл тортты мен қонақтарға пісірдім, оларға қатты ұнады. Бірінші құрғақ ингредиенттерді араластырамыз. Електен өткізілген ұнды, какаоны, қопсытқышты, тұзды, қантты ыдысқа салып араластырамыз. Одан кейін үстіне жұмсақ сары май салып, 3 жұмыртқа, күнбағыс майын және сүт құйып, бәрін жақсылап венчикпен біркелкі масса болғанша дейін араластырамыз. Менде форманың диаметрі 23 см, астына пергамент қағазын салып, сары маймен майладым. Сұйық массаны формаға құямыз. Бетін фольгамен жауып, ортасын шанышқымен тесеміз. Сол кезде торттың үсті тегіс болып, әдемі көтеріліп пісетін болады. Мен алдын ала қыздырылған пеште 160 градуста 1 сағат 20 минут пісірдім. Ол енді сіздердің пештеріңізге байланысты. Сіздерде мүмкін 1 сағат пісуі мүмкін. Оны зубочисткамен тексеріп көріңіздер. Қайта-қайта пешті аша беруге кеңес бермеймін, себебі торт көтерілмей қалуы мүмкін. Видеода глазур жасағаным түсірілмей қалды. Глазурға шоколад пен сүтті водяной баняда ертіп алдым. Шоколадты торттың іші жұмсақ, дәмді болып шықты. Және видеода байқағандай торт әдемі көтерілді. Астарыңыз дәмді болсын.